Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында бургерге арналған өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шығатын булочка дайындайтын боламыз. Алдымен жылы сүтке қант, тұз, ашытқы және де бір жұмыртқаның ағын қосатын боламыз. Сарысын бетіне жаққанға алып қаласыздар. Ертілген сары май және де ұнның ең алдымен жарты бөлігін салып, қамыр илеуді бастаймыз. Тура осы рецепті 2-ге көбейтіп жасасаңыздар, сіздерде 10 булочка шығатын болады. Енді ұнымыздың қалған бөлігін салып, жақсылап қамырымызды илейміз. Міне бізде осындай жұмсақ, өте созылмалы қамыр шықты. Енді осының бетін жауып, шамамен кем дегенде 1 сағатқа бөлме температурасында немесе жылы жерге қалдырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай 1 сағат уақыттан соң қамырымыз бізде 2 есеге көтерілді. Енді осыны ұнның көмегінсіз 5 бөлікке бөліп, формамызға салатын боламыз. Қамырымызға осылай домалақ пішінін келтіріп, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Жұмыртқаның сарысын осылай қамырымыздың бетіне кисточканың көмегімен немесе қасықпен жағып шығасыздар. Және де бетіне кунжутты сеуіп шығыңыздар. Менде бұл жерде қара кунжут. Және де алдын ала қызған пеште 180 градуста 25 минутта пісіреміз. Достар, каналдың дамуы үшін төменде подписаться батырмасын басып, арныма тіркеліп кетіңіздер. Және осы рецептпен жасалған булочкаларыңызды маған комментарийға жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден кері байланыс күтемін. Ас болсын.